Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін небәрі 15 минутта дайын болатын коржик жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнға разрыхлительді қосып араластырып аламыз. Әрі қарай айранға соданы қосып араластырамыз. Айран мен содан реакцияға түсіп, кішкене көпіршіп көбейген күтеміз. Енді қант пен сұйық майды қосып, қант ергенше жақсылап араластырып аламыз. Қант ергеннен кейін рецептте көрсетілген ұнды 3 бөлікке бөліп салып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ және үзілгіш болып келеді. Қаншалықты қамыр жұмсақ болса, соншалықты коржиктарымыз әдемі болып шығады. Осымен қамырымыз дайын. Енді осы қамырымызды жұмсақ болғандықтан астына және бетіне жақсылап ұн шашып, қалыңдығын 1 см етіп қамыр жаятын боламыз. Корждарымызды өздеріңіз қалаған, ұнаған формамен ойып алсаңыздар болады. Әрі қарай корждарымыздың бетіне айран жағатын боламыз. Қалауларыңыз бойынша қант сеуіп шықсаңыздар болады. Енді 200 градуста қызып тұрған пешке 10 минутта пісіріп аламыз. Ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, колокольчикті басып қоюды ұмытпаңыздар.